Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қазақтың дәстүрлі тәттісі жент жасау тәсілімен және оны дастарханға ұсыну түрлерімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге қуырылған тарының талқаны қажет. Барлық керекті заттардың құрамы мен мөлшерін видеоның астына жазып кетемін. Міне талқанды арнайы ыдысқа салып алдым. Енді үстінен ерітілген сары май құямын. Бөлме температурасындағы немесе ерітілген сары май болса болады. Осының үстінен бір қалбыр қойылтылған тәтті сүт, яғни сгущенка құятын боламын. Сіздер қалауларыңызға қарай бал қоссаңыздар да болады. Сгущенканың орнына ол жағдайда сары майдың мөлшерін көбейткендеріңіз дұрыс. Енді жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Барлық жері бірдей болатындай. Біркелкі етіп араластырып алдым. Енді жасап жатқан жентімді екіге бөліп алдым. Себебі екі түрлі етіп, біреуіне мейіз қосам, біреуін шоколадта жасайтын боламын. Сол себепті екіге бөліп алдым. Бір бөлігіне арнайы жуылып дайындалған мейіз қостым және оны жақсылап араластырып аламын. Екінші бөлігін формаға салып шоколадты жент жасаймын. Жент қолыңызбен форма бергенде оңай бір-біріне жабысатын және формасын ұстап тұратын болуы қажет. Осындай формаға нығыздап салып алатын боламын. Міне барлық дөңгелекшелерге нығыздап жентті салып шықтым. Енді осы женттерді тақтайшаның үстіне төңкеріп алып алатын боламын. Оңай алынады. Міне дөңгелек женттерім өз формасын ұстап жақсы тұр. Енді осы формаға арнайы ерітілген шоколадты құйып, үстінен женттерді орналастыратын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің дастарханымда мейіз қосылған жент түрі үнемі тұрады. Ал осы шоколадтағы жентті қонақтарыңыз келгенде дастарханға ұсынсаңыздар болады. Не болмаса бомбоньеркаларға салуға жақсы идея және дәмді әрі пайдалы. Көріп тұрғандарыңыздай бірінші ерітілген шоколадымызды құйып алып, үстінен форма беріп алған жентімізді үстінен баса отырып орналастырамыз. Сонда біркелкі болып шоколад барлық жерге барады. Міне дәл солай қайталай отырып, барлық дөңгелекшелерге жентті шоколадтың үстінен орналастырып шықтым. Енді тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламын. Және қолыңызбен дөңгелек форма беріп, үстінен шоколадты сеуіп шықсаңыз да болады. Міне біздің уақытымыз өтті. Шоколадымыз қатып, өз формасын сақтады. Женттегі шоколадымыз дайын. Жасап көріңіздер, формадан тез алынады, ешқандай қиындықсыз. Міне бізде осындай жент шықты. Осы жентті және басқа да ыдысқа мейіз қосылған түрін кесеге салып, кесені нығыздап, төңкеріп дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Және осындай түрлерімен ұсынсаңыздар да болады. Бастысы өте дәмді. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма кіріп тіркелуді және лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әсел ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.